Сенің қолыңда өмірдегі ең бағалы ресурс барын білесің бе? Ол уақыт. Және ол өтіп жатыр. Кейде біз уақыттың қалай өткенін аңғармай қаламыз. Расында біз өтіп жатқан уақыттың қадірін біле бермейміз. Барлық нәрсе уақытты тиімді пайдалана білуге байланысты. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Уақытты меңгере алмаған адам жетістікке жете алмайды. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты мақсатсыз өтпеуі керек. Уақытым бар ғой деп, бүгінгі ісіңді ертеңге қалдыру бұл дұрыс емес. Өмірдің ұзақ екені рас, бірақ ол біреу ғана. Адам баласы байлығынан айырылғанда қатты қиналады. Ал уақытының мән мағынасы өтіп жатқанына аңғармай қалады. Адам өз уақытын үнемдей білу керек. Пайда келетін іспен шұғылдануға ойластырған дұрыс. Бір қарағанда ол оңай болып көрінеді, бірақ олай емес. Себебі күн тәртібін жоспарлап үйрену қажет. Ол қасиетті жас кезіңнен қалыптастырған дұрыс. Әрбір минутыңды үнемдеп пайдалы жұмсауға дағдылан. Сонда ғана табысқа қол жеткізіп, өз күшіңді толық жұмсай аласың. Уақыт бәрін өзгертеді. Махаббатты, сезімді, ойды, арманды, көңіл күйді, тіпті адамды. Уақытты тиімді пайдаланып жүрсіз бе деген сұраққа бірі жоқ, бірі білмеймін, ал бірі я тиімді пайдаланып жүрмін деп жауап береді. Адам уақытты сезінгенде ғана өз-өзін қадағалап отырады. Өзіне өзі бағыт белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті жеңеді. Сенің қолыңда сондай мүмкіндік бар. Өз уақытыңды тиімді пайдалан, арманыңа жет.